бала өскен кезде керек болып қалады. Иә. Жаным болып қалады, күнім болып қалады. Жаңа адамды отбасында қабылдау бұл кәдімгідей үлкен стресс. Ата-анаға қатысты балаға деген екі ғана шарт бар: шексіз жақсы көру, шексіз қабылдау. Не істейміз дейді. Сонда айтады, бір шарт қояйық. Қанша рет звондайсыз дейді. Енелер болады ондай, келіннің зарплатасын алып қоятын, немесе малай ретінде қолданатын. Қайтадан бұл жерде жоқ, бұл жерде тоже келін де түсіну керек. Мысалы, ол да испытательный срокта жүр. Ене. Келін. Ене испытательный срокта жүрген жоқ па? Солай, қоғамдағы маңызды тақырыптарды көтеретін бағдарлама. Біз кәсіби психологпен бірге өмірлік сұрақтарға жауап іздейміз. Адамдардың шынайы өмірін талқыламау үшін біз танымал фильмдердегі кейіпкерлер мен идеяларды мысал ретінде қарастырамыз. Егер фильмді көрмеген болсаңыз, оқасы жоқ. Бұл жерде өмірлік жағдайлардың себептерін және олардың шешу жолдарын қарастырамыз. Адам және сезім туралы ашық әңгіме. Солай бағдарламасы. Менің қасымда сезім платформасының кәсіби психологы Меруерт. Сәлем, Жанна. Сәлем, Меруерт. Дәл осы жерде біз әлемдік кинофильмдерге сүйене отырып, психологиялық аспектілерді талқылаймыз. Бүгінгі біздің таңдаған киномыз «Менің енем монстр». Дәл солай. Белгілі кино деп айтуға болады. Көбісі көрген кино деп айтуға болады. Танымал, әйгілі. Әйгілі, былай да айтуға болады. Сонымен қоса, ар жақта Америкада болып жатқан құбылыс, Америкада болып жатқан әйелдердің арасындағы қарым-қатынас бізге өте таныс. Өте таныс. Иә. Ене, келін, ол туралы біздің де, қалай, біздің қазақстандық режиссерлар да көптеген кино түсіріп жатыр. Түсірді де, өте көп бізде келін мен ененің арасындағы болып жатқан қарым-қатынас туралы қалай, әңгіме де көп, скетч та көп, бағдарлама да көп. Сондықтан да бізде енді қалыспай, бізде ол тақырыпты алдық. Енді бұл киноны айтқанда, бұл жерде енді білеміз, ана бар, бала бар, және келін бар деп айтуға болады. Болашақ келін. Болашақ келін, иә. Мен бұл енді былай шынымды айтайын, бұл киноны мен шыққан кезде көргем, кинотеатрда. Бұрында шыққан кино ғой енді. Ол кезде көрген кезде енді комедия деп көрдім. Қазір көргенде біз ойлап қалдым, бұл комедия емес екен ғой, драма екен ғой. Енді кішін бетіп қараймды, бұл кинода бұл күлетіндей ма, жылайтын ба, бір көптеген оқиғалар болып жатыр. Кәдімгі, егер шынайы бір отбасыда болып жатса, ол бір манипуляция дейміз ба, қалай, тартылыс, күрес. Одан қашыққымыз келетін нәрсе, бірақ өте көп нәрсе енді шын. Сондықтан да білмеймін, қазір күлуге де болады, бірақ бір жағынан мен өзім ойлаймын, бұл киноны қазірден бастап екеуміз егер бұл комедия деп жазады ғой? Комедия емес, драма деп көрсек, қалай қарайсың? Көрейік. Өте қиын тақырып, өйткені бұл жерде тек енелерді жамандамай, барлығын ашып көруге тырысайық. Өйткені бұл жерде қазір екі адам отырып алып, бәріне кеңес беріп, өзін айтқаның деген айтқызып деген сияқты қазір жаман бір бағдар береді деп ойлап қалмаңыздар. Сондықтан да біздің мақсатымыз осы кино арқылы іштегі проблемаларды ашып көрсету, және де психологиялық жағынан бірінші мақсат қой. Бірінші мақсат сол, бірақ бұл жерде мақсат жоқ, тек қана енені кінәлауға,
әйелді қолдап оны қоршауға жоқ ондай. Бізде болашақ Мақсат енеміз жоқ. ғой. Иә. Қояйын да. Сондықтан біз енді Құдай қаласа. Иә, Құдай қаласа енелерді де жамандауға да біздің де неміз жоқ енді мақсатымыз. Бірақ та бұл басы, иә, бұл киноның басы. Қайтадан біз екі ғашықты көреміз. Әйтеуір біздің киномыз бәрі содан басталады екен. Күшті басталады. Бәрі қызық ғашықтан басталады, содан кейін арты осындай болып қалады. Удачи! Спасибо! Извините. Прошу прощения. Здрасте. Здрасте. Екі ғашықты кездесеміз, көреміз, олардың қарым-қатынастары. Саған ұнады ма басында? Қалай? Маған өте ұнады. Ол деген тектен тек кездескен жоқ, екеуі бір-бірін ұнатты, бір-біріне көз салды, іздестірді. Уақыттары келген сияқты, екеуі өзіне, былай қарасаң, екеуі есейген, жұмыстары бар, өзінің өмірі қалыпты, бір тұрақты өмірді көріп жатамыз. Сонымен қатар андай өзара андай құндылықтардың әртүрлігін көрмейміз да, екеуі бір деңгейде өздерін бір-бірін түсініп тұр. Ол деген өте сирек кездесетін зат. Өйткені болады ғой, біреу деген кедей болса, біреу деген тынбай деген сияқты. Іштен олар бір күрес болып жатады, іштен. Бірақ бұл жерде екеуі бір-бірін анық түсініп тұр. Екеуі жақсы бір-бірін тани бастайды. Барлық қадамдары өте саналы түрде басталады. Мысалы, біз айтамыз, бұл біреудің жалғыз ұлы. Иә, біз көреміз. Өзі былай қарасаң, біз несін қарағанда, өзі жұмыс істеген ана, 4 рет күйеуге шыққан, бірақ енді ұлына көптеген жағдай жасаған. Ұлы дәрігер. Сонымен қатар осындай ұл бола ма? Осы шынайы, егер кино емес болса, егер мен просто қалай мен қазір түсіндіріп айтайын өз ойымды. Біз сепарация деп айтамыз, иә? Егер шешеден айырылмаған, ментальный жағынан, психологиялық жағынан сепарация жасалмаған, ол осындай бола ма? Сепарация жасалмаған ол адамды айтатын болсақ, негізі былай айтып көрейікші. Сепарациядан шыққан адам, байланыстан шыққан адам, ол өзінің таңдауын менікі деп шешеді. Оған біреудің сөзі керек емес, дәлелдеуі керек емес. Сондықтан да өзінікін таңдады ма, мынау менің жарым, мынау менің таңдаған жұмысым, мынау менің таңдаған оқу орным, мен осы жерде оқимын. Егер ата-аналар бақыт беріп тұрса, сен мына жерде оқисың, сен мынаған үйленесің, сен мына жақта жұмыс жасау керексің деген кезде, ол жерде сепарация жоқ. Не тамақ жейсің, сен мынаны жеуің керексің, сен мынаны ішуің керексің деп әрдайым кішкентай бала сияқты оны қолынан ұстап жүретін болса, онда ол сепарация болмаған. Әрине, сепарация деген тақырып негізі қиын тақырып, өйткені біз бәрібір тәуелдіміз ата-анамызға. Бізден енді басқа мемлекеттерде кішкене көреміз ғой, олардың қарым-қатынастары басқаша, бірақ біздікі өте тығыз бір-бірімізбен байланысымыз. Сондықтан да бұл жерде әрине сол проблемалардың көбісі сепарациядан жасалмағаны көрінеді. Бірақ бұл жағдайда кейде ер адам бөлінсе, анасынан, әкесінен, ата-аналар дайын болмай тұрады. Бұл деген тағы да екі жақты жұмыс. Көбінесе сен айтып кеттің, сепарация деген бөліну деп айт. Бөліну. Мысалы, тіпті үйге кім келеді, қандай қонақтар келеді деп ұсыныстың бәрін қорғап, бәрін ұсыныстың барлығын жасайтын тек ата-ана болса,
оны прям тыңдап жүретін тек қана бала болса, әрине бұл сепарация болмаған деген жағдай. Немесе әкесі айтады, мен еш нәрсе білмеймін, сен мені бүгін аэропорттан күтіп алуың керексің. Анау деген өзін кінәлі санамау үшін жұмыстарын... Сен уақытың бар ма, жоқ па, қандай Иә. басқа жұмыстарың бар ма, жоқ па деген сияқты жоқ. Иә. Мен айттым, осылай істейсің деген нәрсе пайда болса, ол сепарация өтілмеген деген сөз ба сонда? Сонымен қатар кейде андай балаларда ұсыныс болады ғой. Басқа елде өзінің күшін көру, жұмыс істеп көру деген сияқты. Сол кезде ата-аналар ауырып қалады. Барма деуі де мүмкін, сен бүйтпейсің, сөйтпейсің деген сияқты сілтемелерін айтады. Бұл жерде де ата-аналарының балаларынан бөлінгісі келмейтіні туралы айтқым келіп отыр. Енді оған егер осылай қарайтын болсақ, бұл кинода бұл ұлымыз деп айтамыз, жігітіміз сепарация өткен болып тұр ғой. Өйткені ол мысалы анасынан кеңес сұрап келген жоқ. Ол айтты, міне менің таңдауым, міне менің, ол былай қарасаң, ол былай сепарациядан өткен. Иә, келісемін. Ол өткен. Ал анасы өтпеген болып тұр ма сонда? Сондай да болуы мүмкін ба? Әрине. Бала өсіп кетеді, ал әке шеше қалып қалады. Әрине. Әрбір ата-ананың бала есейген кезде психологиялық тұрғыда кризис опустевшего гнезда болады. Ұядан шығу кризисі. Сол балалар есейіп бөлініп кеткен кезде ата-аналар бір дағдарыста болады, кішігірім бір депрессияда болады. Мен тастап кетті деген сияқты бір кішкентай баланың сезімінде тұрғандай болады да. Екіншіден, бұл өте ауыр. Тіпті андай баланы басқа елге білім алуға жіберген кезде, немесе үйленіп жатса, немесе лагерге кетіп бара жатса да бір жүректері ауырып толқиды ата-аналардың сезімдері. Сонымен қатар бұл кинода сол ананың сипаттамасын алатын болсақ, оның мамасы нарцисс. Нарцисс не істейді? Нарцисс ата-ана барлық көңілді өзіне аудартқысы келеді. Сондықтан да жаңа әйелдің пайда болуы, ол іштей психологиялық тұрғыда қазір маған арналған көңіл көңілді қазір басқа біреу алып кетеді деген сияқты қорқыныш. Сондықтан да бұл жерде екіншіден бұл ата-ана не деп ойлауы мүмкін? Қазір мен бұны өсірдім, білім бердім, бақтым, қақтым, ал қазір түсінбеген жерден бір түсініксіз әйел келіп, қазір алып кетеді менің жинаған қорымды деген сияқты бір ой болады. Бұл да инфантильді позиция. Үшіншіден, әйел өзінің өмірін немесе әкелер өзінің өмірін қамтамасыз етпесе, жеткілікті түрде, мысалы қызығушылығы болмаса, хобби болмаса, бір достармен көңіл көтеріп, туысқандарын аралап деген сияқты сондай бір қызықтары болмаса, әрине олар тек қана балаларға ғана қадалып өстіп отырады да. Сол кезде әрине мәннің бәрі балада. Жаңа айттым ғой, алдыңғы съемкада адамның бір қызығы бала деген. Сол бір қызықты айналдырып отырғанда тек қана балаға акцент қояды да. Сол проблема. Сосын тағы да бір проблема. Егер жаңағы баланың ата-анасы бір-бірімен дұрыс қарым-қатынаста болмаса, бір-біріне көңіл бере алмаса, олар балалар арқылы сол көңілді алғысы келеді. Егер мен сені сүйемін, мен сені жақсы көремін деген жылы сөздерді, жылы қабақты танытып, сондай бір енді әр отбасы өскен сайын бір-біріне жылы, бір терең бір деңгейге кетіп қалады ғой. Бірақ бұл жерде егер тек қана бір функционалды түрде келіп кетіп жүрген еркек пен әйел болса, тек қана аты бір отбасы деген аты болмаса, әрине бұл жерде барлық андай қолдау, күтім жасаудың барлығы балаларға беріледі да, күйеудің орнына немесе әйелдің орнына деген сияқты. Сол нарцисстің жаңағы нарцисстік белгілері бар ана деп айтайыншы. Өйткені ол деген айта алмаймыз прям
кәдімгідей бір жәбірленуші рөліндегі әйел Иә, емес, ол кәдімгідей жұмысы бар, өте әдемі, өзі. танымал, Иә, өзінің танымал, кәсібін жақсы иә. жасап жүрген, кәдімгідей қоғамда өзінің бір беделі бар әйел да. Иә, бірақ мен мысалы бір ойым бұл кинода да ол шықты. Мен өзім бір ойым болған. Неге аналар кейбір уақытта өз балаларын сол бөлгісі келмейді, бергісі келмейді, қатайып қалады, жабысып қалады деген сияқты сөздер. Ол айтты, мен неге балама біз неге апарайын дейді, бір саяхатқа апарайын дейді. Кезінде кішкентай кезінде болған кезде оған уәде бергем дейді. Қазір енді апарайын. 30 жыл өтті сонда. Сонда мысалы былай қысқа айтқанда 30 жыл бұрын апарам деген уәдесін қазір орындаймын деп жатыр. Мен ойлаймын, неге кейбір кезде аналар шын керек, ол мен өтірік емес, бәріміз білетіміз ондай, бала өскен кезде керек болып қалады. Иә. Жаным болып қалады, күнім болып қалады. Бірақ сен сөйлескен кезде ұлмен, мысалы баламен айтады, мен мамам жұмыс істеді, мен қара өзім өстім. Біздің поколение дейміз ғой, енді біз өзіміз өскен балаларымыз сияқты деп айтады ғой. Өзім өстім, өзім қарадым. Сол кезде мен ойлаймын, уақытында ананың, қалай айтуға болады, ананың өмірін сүрмеген кезде, о кезде қайтадан біз айтамыз, жұмысқа ерте шығып кету, басқа бір қайтадан бұрынғы өмірге қайтып келу, мына бала деген өседі, бала апа қарасын, біреу қарасын, әйтеуір біреуге беріп жіберу, бір кезде бала өседі, ал енді бұл жерде бір не пайда болады, бос нәрсе болып қалады, тесік болып қалады. Сосын сен бір кезде ол бала өседі, тесікті жамағың келеді. Иә, қайтадан сонда сен ана жақта бәрі уақытында болу керек деген нәрсе, сол кезде егер ана жақта жасалмаған нәрсе, осы жерде жасаймын деп ойлайды. Мысалы, бұл кинода сондай болып тұр. Мен қазір оған уәде бергем, кішкентай кезінде, қазір оны апарам. Ол енді басқа саяхат болады ғой, өйткені ол саяхатқа тағы біреу қосылады деген сияқты. Сондықтан бұл жерде егер мен өзім, мысалы, 2 ұлым бар, мен өзім ойлаймын, ертең мен де ене болам ғой деген сияқты сұрақтар келгенде, мен ойлаймын, қазіргі кезде махаббатыңды, ана махаббатыңды қазір бер, қазір сыйла, қазір балаларыңа бала сияқты қара. Ал енді өскен кезде, ол кезде кішкене бүйтіп, қалай айтады, басқа комнатаға кішкене басқа рөлде болу керек деген сияқты. Бұл өте қиын процесс та негізі. Мысалы, жаңа алдындағы съемкада айтқандай, бала туылған кезде жаңағы бауыр басып үйренесің ғой, бірінші қадам. Содан кейін жаңағы баланың 2 жасқа дейін кәдімгідей симбиозда боласың. Бұл автоматты түрде кәдімгідей қалыптасатын бір процестердің бірі. Содан кейін көбінесе одан да шығу керек та. Оған шығу үшін тағы да қайтадан ораламыз бір темаға, эмоционалдық сауаттылықты айтамын. Бұл жерде жаңағы қалай бөліну керек, оның да бір ішіндегі бір детальдар бар. Оған кәдімгідей үңіліп анализировать ету керек та күнделікті өмірді. Сол кезде ата-аналар кейде сол симбиозда жүрген кезде біз киіндік, біз тамақ жедік деген өзінің тарапынан емес, 2 адамның тарапынан өзі жауап береді та. Сол кездегі әдет жылдар бойы сөйтіп қалыптасып кетуі мүмкін. Егер бала өз бетімен бөлінетін болса, бөлінеді. Әрине, басқа адам отбасыға келін болып түскенде, немесе ер адам жаңа күйеу бала болып келген кезде, бұл жерде жаңа адамды отбасында қабылдау, бұл кәдімгідей үлкен стресс. Ер адамға да, әйел адамға да, әрбіріне өзінің отбасында басқа танымайтын адамды кәдімгідей жақын қабылдау, ол өте үлкен маңызды қадам. Өйткені тіпті кейде жаның ашиды ғой, ондай кеше ғана үйленіп, бүгін ажырасып жатса екеуі деген
төс қағысып, құшақтасып, сыйлықтар беріп, әдемі бір тойларын жасаған кезде, өйстіп бөлінген кезде бір іштей бір қалай айтсам екен, бір разочарование болады да. Осындай көп күшімді салып едім, көп үмітімді салып едім, неге осылай болып қалды деген сияқты көп енді ойлар келеді. Ал енеге қатысты айтатын болсақ, бұл жерде енеге әрбір келген келін, ол әрине іштей ол жау сияқты болып көрінеді. Бірақ саналы адам, ол сол ішіндегі сол сезіммен күреседі. Неге өйтіп айтып жатырмын, ол деген мен баламның қалауы ғой, мен оның қалауын құрметтеуім керекпін, оны кәдімгідей өзімнің қызымдай қабылдауым керекпін дейді. Бірақ дегенмен кейде біз сөйтіп сөйлегеннің өзінде де басқа іс-әрекетті көреміз. Сөзі көп болады. Мен сол біздің егер өзімізге тән нәрсені айтатын болсам, мен ойлаймын, осы сөз сен айтып кеттің, ол сөз тойда айтылады. Қызым деп, келін деп айтпаймын, қызым деп айтамын. Содан өтірік басталады. Мен ойлаймын, өйткені сен айтқандай бұл жаңа кісі келіп жатыр, бұл стресс өтіп жатыр. Мен сені жақсы көрем ба, жақсы көрмеймін ба, мен білмеймін. Ана бір «Ирония судьбы» деген кино бар ғой, жаңа жылда көрсететін. Сол кезде айтады ғой, аяғында қазір түсініп жатырмын да, ол сөзді айтады, менің Лидам келді деймін, Надям келді деп айтады. Сонда айтады, красивая, да, она у меня, хорошая она у меня деп сұраған кезде, анасы, енесі ғой енді сонда, ол айтады, время покажет. Сонда сөзі міне ол сондай болып тұр. Мен де ойлаймын, біз мына стресстен қашып, конфликттен қашып, алдын ала бәрі жақсы болады деп өзімізге сондай план қоямыз да, сол план өтірік болып шығады. Ол қызым деп айтам дейді, ішінде, бірақ ол қыз деген оны сезбейді. Сөзі деген керемет болса, ісі деген басқа болады. Өзі де түсінбейді, өзі де кішкентай болса, жас келін болса, тіпті не болып жатқан түсінбейді. Сөз деген бұл, ол манипуляция деген сөздерді білмейміз. 20 жаста болсын, мысалы, келін болып түскен кезде олар жаңа өмірге шығады, жаңа бір отбасыға келеді. Ол жерде мысалы бәрі саған я дейді, бірақ 5-те тұр дейді. Мысалы, қандай бір не болып жатады да, сонда екі өмір сияқты. Айырмашылық. Сөзі былай, ісі былай болып жатады. Әрине ол кезде көптеген іштегі сұрақтар пайда болады. Ал енді біз киноны алатын болсақ, бұл жерде бұлар әлі үйленбеген. Бұлар енді жанұя құрып, енді отбасы болайын деп жатқан жастар. Манипуляция деп айтып кеттім ғой қазір. Бұл жерде кәдімгі бір, енді ашық манипуляция. Бұл енді бірақ, мен айтайын, ашық манипуляция біз үшін. Біткені біз көрермен болып жатырмыз. Ал енді іште жатқан адамда, олар, мысалы, ұлы біле ма ол манипуляция деген? Жоқ. Оны сен жақсы көріп сеп жатыр деп айтады ғой. Бұл жерде әйелде, ене де түсінбеуі мүмкін не істеп жатқанын, өйткені іште андай сезім толып тұрған кезде, онымен қалай күресу керек, немесе ол сезімді қалай қадағалауға болады, ол сезіммен қалай өмір сүруге болады деген білімі болмаса, ол не істей алады, ешнәрсе істей алмайды. Екінші жақтан бұл жерде енді қоғамдағы кәдімгідей ауытқу ретіндегі проблемаларды айтатын болсақ, кейде бір енелер болады ондай, келіннің зарплатасын алып қоятын, немесе малай ретінде қолданатын. Бұл енді кәдімгідей... Ол да бар нәрсе ғой? Бар нәрсе, бірақ енді басқа қонымсыз нәрсе да. Өйткені кейде де сондай әдет-ғұрыппен өмір сүріп келе жатқан кезде, ер адамда өмірді дәл солай елестетеді өзіне. Әйелдер осындай болу керек екен ғой, әйелді осылай тәрбиелеу керек екен ғой, әйелді ұру керек екен ғой мен тыңдау үшін, или әйелім менің ата-анама қарау керек деген ең басты бір қағиданы қойып алады да. Сол кезде әйел мен ер адамның арасында бір ауызбіршілік болмауы мүмкін. Бірақ екеу бір-бірін сүйіп, окей, мен шыдаймын, бүйтемін, сөйтемін деген жағдайда қабылдайды, енді ешқайда кете алмайды, мысалы ше. Ол енді бір қалыпты өмір сүре береді ғой, ондай жағдайды да білеміз. Бірақ, мысалы, сен айтып кеттің, кім туралы? Сен айтып кеттің ер адам туралы.
ұру, ішу, ұлға. Неге ондай жағдай болады? Менің ойым, қазір вот біз екеуміз сөйлесіп жатырмыз, мен ойлаймын, ана балада егер манипуляцияға айттық, манипуляцияға білмейді ұшыраған, өзі білмейді мысалы. Ол бала болып отыр, бала болды, ер болды. Бұл жерде бір жағынан анасы тартса, манипуляция жасап, ауырып қалдым, немесе сен әйелім күлмейді, маған шай бермеді, суық тамақ берді. Кинода көріп тұрамыз, кейбір кезде андай айтып қалады, манипуляция сияқты. Мен балам-ау деген сияқты. Саған өмірімді тапсырдым, саған қарадым, бәрін бердім саған деген сияқты нәрсе. Бір жағынан мына жақта жаным, күнім, екеуміз бақытты болайық. Ол бір сезім, жаңа сезім пайда болады. Сол кезде мына адамның ішінде сбой болады. Кәдімгі сбой болады. Ол түсінбейді. Екі жаққа тартқан сияқты. Андай, сонда ол білмей, сол кезде агрессия пайда болады. Кімді таңдарын білмей. Таңдарын білмей, оның шығуы, кәдімгі мысалы компьютерді көреміз ғой, егер зависание деген сияқты, сбой деген, искра деген сияқты нәрселер. Сол кәдімгі компьютерді деп қарасақ, адам еркекте кәдімгі сбой болады. Сол кезде менің ойым, мысалы, бұрында бір аңыз бар ғой, айтады, Төле биге келген кезде екі әйел. Ол да бір қызық нәрсе, өйткені әйел болсын, келін болсын, ене болсын, екеуі де ол ананың прототипі деп айтуға болады. Ана образ деп айтамыз ғой. Сол кезде ненің әңгіме былай ғой, бір аңыз келеді, екі ана келеді, айтады. Мына біреусі туған анасы, біреусі өгей анасы. Сонда айтады, мына бала енді өсті, мен оның туған анасы, мына өгей анасы, мен өзім баламды алам дейді. Қалай не істейміз дейді. Сон кезде Төле би ма, сол бір биден сұрайды. Сонда би айтады, екі жаққа бөліңдер дейді, бүйтіп пышақпен дейді. Бір жағын сен ал, бір жағын сен ал дейді. Сол кезде ана өгей анасы айтады, жоқ, туған анасы айтады, бөлейік, жарайды, маған келісем соған дейді. Ана өгей анасы айтады, жоқ, ондай өйтпеңіздер, жарайды, туған анасы ала берсін деп айтады. Сол кезде ана би деген айтады, сен туған анасы, саған қалады ұлым деген сияқты. Сол мен ойлаймын, көптеген нәрселер екі әйелдің жаны ашымайды. Ұлға жаны ашымайды. Туған шешесі болсын, немесе кейбір кезде ол әйелі болуы мүмкін. Әйтеуір таласайық, әйтеуір жарып жіберейік, әйтеуір маған болсын, саған болсын деген нәрселер. Сонда өмір бақи тартылыс қой. Өмір бақи тартылыс, ал аяғы өкінішке орай жастай сондай ер адамдар кетеді. Инфаркт. Жүректер шыдамай. Ол сондай да көп деген. Мен айтам, біз енді ол статистика деп айтатын болсақ, кәдімгідей бір қайталана беретін нәрселер көруге болады. Оны сол қайталанбас үшін ба, білмеймін, осы біздің әңгімелесетін сөздеріміз, осы киноларда режиссерлар неге түсіреді деп өзіме сұрақ қойдым. Неге түсірді осы киноны? Ол енді комедия деп күлсін деп түсірді ме екен, әлде адамдар-ау, әйелдер-ау, қарасаңдаршы өздеріңізге сырттан қалай ол болып жатқан қарасаңдаршы. Қай жерде қалай басқаша болуға бола ма деген сияқты сұрақтар келеді. Менде үш ой уже қатарынан мынақты толып бара жатыр да. Қазір мен қосып жіберейінші. Бөлген жоқпын ба? Жоқ, бітірдім. Жаңағы нарцисстік ананың образын айттым ғой. Нарцисстік ананың образы баланы қалай өсіреді? Ол да баласына көңілді прям үйіп береді ана баласына. Сөйтіп ол бала қалай өседі? Ол деген әйелдердің барлығы маған көңілді осылай үйіп беру керек, щедро. Бұл жерде искажение бар да. Ер адам ойлайды, менің анам үстіп үйіп беріп жатса, онда маған сондай әйел табу керек. Ондай әйелді табу қиын. Неге дейсіз ғой? Өйткені ер адам ойлайды, мені шексіз жақсы көретін әйелді табу керек. Бірақ шексіз жақсы көретін әйел болмайды. Ата-анаға қатысты балаға деген екі ғана шарт бар. Шексіз жақсы көру, шексіз қабылдау. Бірақ партнерға байланысты ата-аналар сияқты шексіз қабылдай алмайды, шексіз жақсы көре алмайды, қабылдамайды.
Сондықтан да бұл жерде екі жақты түсінбеушілік көбінесе пайда болады. Сонда ер адамның проблемасы андай шексіз жақсы көретін, қабылдайтын әйелді табу қиын болады. Сөйтіп жүреді таңдап. Өйткені ол Оны сонда анасының балаға айту керек па? Қазірден бастап мысалы Әрине. бұл жерде бұлай сұрақ пайда болады. Әркімнің өзінің рөлі бар ғой. Әркімнің рөлі бар. Кіші кезден бала, ер адам айтады ғой, мен саған үйленем, мен үлкейген кезде сенімен той жасаймыз деген сияқты кәдімгідей өз армандайды анасын мен болғанын. Бірақ сол жерде түсіндіру керек та, мынау деген Тоқтат, сол кезден бастап тоқтат. Біз айтпесе, күлеміз, әңгіме болсын деп. Бұл жерде түсіндіру керек. Мама корова, отец бык, ты теленок. Рөлдері әртүрлі. Бірақ кейде корова теленокпен болғысы келеді. Ана кішкентай кезіндегі айтқан әңгіме кәдімгідей үлкейген кезде анасы соны орындағысы келетін сияқты да, психологиялық тұрғыда. Содан ол іздейді басқа да. Тағы да көбінесе проблемалар қандай болады? Жаңағы сепарацияны айтып кеттік қой. Көбінесе ер адамдар ажырасып кетеді ғой. Өйткені анасы оның таңдауын қолдамаған жағдайда екі жас ажырасады. Сол кезде көбінесе қоғамда көп көреміз ер адамның бірнеше рет үйленгенін. Ажырасудың себебі ене. Оны енді былай деп көрмейміз ғой, оны өзінің мінезі бар, ана келін жаман деп айтады, көптеген оған. Бұл жерде ата-анаға да түсіну керек та. Мысалы, ана ойлайды, мына қыздың қолынан дым келмейді, мен баламның ыстық тамағын жасап бермей жатыр, анау аш өлетін болды ау деген сияқты. Басқа қыз жақсы болады деп ойлайды ғой сөйтіп. Бірақ енді ол жаңа отбасы болғаннан кейін олар өзінің қателіктерін бастарынан кешу керек. Окей, бір рет айттым ба, екі рет айттым ба, үш рет айтсаң, ол уже проблема болады. Сондықтан да бұл жерде тым кәдімгідей араласып баласын кішкентай баладай көрген кезде, сол кезде проблемалардың көбісі басталады. Бірақ жаңа алдыңғы эпизодтарда айтып кеттім ғой, семьяны кейде жұмыс ретінде қарастыратын болсақ, бұл жерде де кәдімгідей менеджердің жақсы қасиеттері керек та. Бөлу, мынау менің міндетім, мынау сенің міндетің, екеуміз осы жерде талқылай аламыз. Сен деген бастыққа барып мен туралы жамандамауың керексің. Егер проблемаларың болса, маған тіке айтып кет. Ертең артымнан сөз болмасын деген сияқты бір келісім шарттар болу керек деп ойлаймын да. Сонымен қатар келін түскен кезде де әрдайым жаңағы бір ережелерді жаттап жүрсе екен деп ойлаймын да, енелердің. Мысалы, жас отбасы болғанда кеткен, әрине ол сіз сияқты, ене сияқты тәжірибесі болмайды, ол салыстыру мүмкін емес. Бірақ кейде енелер келіннен сол өзінің деңгейіндегі қабілетті талап етеді да. Сол дұрыс емес түгі. Ол бір жағынан, ол енді бір көзге келетін нәрсе, бір көрген сен айтып жатсың, ене мысалы өзінің авторитетімен, ол келін болғанда сен шай құя алмайсың, тамақ пісіре алмайсың, мысалы мен сияқты деп, сондай да бар енді. Ал басқа жағынан қарасаң, өзің адам бақытсыз болған кезде, ол қалай қатты болмаса да, енді ол өзі бақытсыз болса, ол баласында бақытсыз қыламайды. Енді қалай айтуға болады? Мәжбүрлейді оны, артынан тартады. Артынан тартады, өз баласын, өзі енді әдейі емес, енді ол подсознательно дейді ғой. Артына тартып, егер мысалы, өйткені мен мына киноды, осы киноны қарағанда былай қарайсың, бақытты болып тұр бала, ұлы, бақытты көрініп тұр, ол бүйтіп қалай көңіл күйі ашылып, өзі қыз да әдемі, өзі де әдемі. Ал енді басында көрсетті, мына енеміз басында жұмыстан шығып қалды да, бақытсыз болды ол. Өзінің балаға қатысты емес, өзі бақытсыз болып қалды ол. Күйеуі де жоқ, қайтыс болып кеткен, өзі қалып қалды. Содан ол өзінің бақытсыз екенін, оны өзіне бақытсыз екенін деп айтпай, ол бақытты баламды мен бақытсыз қылайын деп. Сонда ойлаймын да, көптеген сондай да оқиғалар болып жатады. Кейде ене ойлайды ғой, менің айтқаным дұрыс деп.
менің тәжірибем бар, менің білгенім көп саған қарағанда деген сияқты баланың күшін, мүмкіндіктерін құнсыздандырып жүреді да. Осы жерде жаңағы психологиялық үшбұрыш пайда болады да. Құтқарушы, жәбірленуші және қудалаушы. Қудалаушы ана болады. Ол саған лайықты қыз емес, анау да мынау деген сияқты. Немесе жәбірленушінің рөлін алады ене. Ой, сенің әйелің маған бүйтті сөйтті, сен оның кесірінен бір күнде бүйтіп айналып жүретін нәрсе ғой. Айналып жүреді. Немесе ол деген құтқарғысы келеді. Екі жасының ортасында бір мен бүйтейін деп едім, сөйтейін деп едім, сендерге мынаны керек деп ойладым, мүмкін менің көмегім керек шығар деген сияқты бір енді түрлі ситуациялар болады. Бұл жерде кәдімгідей үшбұрыштың бары белгілі. Сондықтан да бұл жерге үшбұрыш пайда болған жерде автоматты түрде басқа қатысушылар да қосылады. Егер олар саналы түрде ойынды тоқтатпаса, психологиялық ойынды айтып тұрмын қазір, онда әрі қарай сол ойын өмір бақи жалғасып өтеді. Сол жәбірленуші болады. Біресе келіні уәжін айтады, сенің мамаң бүйтті сөйтті. Сосын ер адам не істейді, ол шыдап жүреді да, сосын қудалаушы болады. Анасына да ұрсады, келінге де ұрсады, немесе құтқаруға тырысады, мамасының алдына барып сөйлейді, кейде сөйлемейді. Әртүрлі оқиғалар болып жатады ғой. Ал осы үшбұрыштан шығу мүмкін ба? Әрине мүмкін. Қалай? Бұл жерде ең басты, жаңағы кинода көргеніміздей, басты кейіпкер Джейлоның істеген жұмысы, ол кәдімгідей өзінің ережесін айтады, инструкция. Сіз келетін болсаңыз, мынандай уақытта келісіп алайық, мынандай шектеулерді қояйық, бүйтейік, сөйтейік деген кезде сонымен келісім шарт қояды. Мысалы, кейде болады ғой, енелер спальняның есігін ашып, әй, тұрыңдар, неге тұрмай жатсыңдар деген сияқты. Шекараны бұзу. Шекараны бұзу, Бұл шекараны қою үшбұрыштың бір тоқтатуын алып келеді. Екіншіден, жаңағы іште ереже болу керек та. Ер адамның анасымен арасында, ер адамның келіннің арасында. Мысалы, біздің мына жақта болып жатқан әңгімені сен анаңа айтпайсың. Екеуміз өзара шешеміз. Келін мен ененің арасында болып жатқан әңгіме ер адам естімеу керек. Мысалы. Ол енді бұл... Мысалы, мамасын айтады. Мама, маған ондай әңгіме айтпа. Әйелім ұнамай тұр ма? Ана қылығы ұнамады ма? Суық тамақ берді ма? Ысытып ал. Немесе ысытып бер деп аузыңмен айт. Нәқада сол әңгіме. Өздерің шешіндер деген сияқты ғой. Өздерің шешіндер. Ондай да нәрсе болады, оған да риза болмайды әйелдер. Айтады, сен саған қызық емес, сен өз бетіңмен жүрсің. Мен былай ойлаймын, қазір бұл бір әңгімеміз бір не болып тұр ғой, қай жағынан барсаң да шешім жоқ сияқты болып, маған сондай болып жатыр да. Өзіме көңілсіз болып отырмын ішімде. Шын, өйткені былай қарайсың, былай жақтан да айтсаң да, ол да, мысалы, сен айтып жатсың, бір сен сөйлеме, маған айтпа, ол мен көптеген нәрсе білем, айтады мысалы, ол сен саған бәрібір дейді. Содан кейін одан қатты күйеуіне ызасы келеді. Немесе анасының баласына қандай пайда болатындай. Содан ол қайтадан бір конфликт болады. Бұл жерде әрине бір Джейлоның айтқан сөздері дұрыс болды. Мен егер киноға қайтып келсек, мысалы, шекараны бұзу. Мен қараған кезде бір уақыт болды, анасымен қалды ғой, кім кетіп қалды? Вы не против, если я с вами посижу? Нет. Я ненадолго. Конечно. Почему она убегает? Ну, за ней гонится. А почему он за ней гонится? Я не знаю. А кто он? Анасымен қалған кезде бір кино көріп жатты. Қасына келді да, бірге көрейікші дейді. Сонда бірге көрейікші дегенде, мен қасына жабысып, тура денесімен жабысып отырып та, ана кім Джейлоның қалай кейіпкері да, оған ұнаматын көрдік біз. Бірақ еш нәрсе айтпады.
сол кезде мен ойлаймын ғой, міне ол шекараны бұзылды, біз оны көріп тұрмыз, бірақ ол сол кезде кешіріңіз, сіз кішкене ары отырыңызшы, мен шын ғой, біз қорқамыз сол сөзден. Мен былай өзім жақсы көрмеймін, мысалы құшақтағанды. Мен өзіме де айтсам да, мысалы танымайтын адам қасына мен білмеймін, енді бұл енді танып жатқан адам, ал сонда кезде айтуға ұят болды. Біз өзімізге тән нәрсе деп айтамыз, ол ана Америкадағы да өте таныс нәрсе сияқты болып тұр. Ол ұят болды. Жарайды, енді нәрсе жоқ, кішкене бір қысылып, ол енді тағы да қысып жатыр, ары қарай қысып жатыр. Ол бейшара бүйтіп деген кетті. Шын ғой, ол сол кезде мысалы басынан бастап шекараны орнына қою, өзінің ойларын айту, мүмкін сол бір дұрыс фундамент болады басынан. Ал енді әрине басынан бұл жерде қисық, ана жақта тағы да майысқан болатын болса, біз енді айтамаймыз, былай істе, өйткені ол басқа сен айтқандай кәдімгідей психологтармен мүмкін бір арнайы үңіліп қарап талқылау керек. Ал егер жас отбасымыз, біз енді осы киноны жас отбасы деп алып жатырмыз ғой, енді әлі үйленген жоқ, енді үйленейін деп жатқан отбасы деп алатын болсақ, ол кезде мен ойлаймын, осы шындық қайтадан оралып келеміз. Шындық тағы да шындық деген сияқты, оқы тағы да оқы деген сияқты, шындық тағы да шындық. Өте жақсы бір кеңес. Ұнамаса айту, кімге болса да, енең болса да жеп қоймайды деген сияқты қорқуға, егер ол әдеттегідей бір әрине бір эмоционалдық нәрсе емес, жоқ деген сияқты емес, ал кәдімгі бір оймен, мен мынандайды ұнатпаймын, маған мынандай ұнайды, мен өзім мынандай адаммын деген сияқты танысу болып жатыр ғой енді. Бұл жерде былай қарасақ бар ғой, қазір сен көп нәрсе айттың да, мысалы кейде ер адам өскен кезде анасының сөзімен өсетін болса, не сепарированы да, мысалы ол деген үндемейтін жақсы қыздардың роліндегі адамды таңдайды. Еш нәрсе сөз қайтармайтын, сөйлемейтін, өзінің дегенін айта алмайтын деген сияқты. Әрине ол жерде шекараның темасы жабық. Ол деген просто өмір бақи әйтеуір еркек болса болды деген әңгіме ғой. Екіншіден, ол енді сөйтіп кішкентай кезінен сөйтіп өскен адамдар. Ол жерде еш нәрсе айта алмайсың. Ол сондай тағдыр, солай қызды да өсірген, ер адамды да өсірген. Адамның ішінен, жоқ, оны енді еш нәрсе айта алмайсың деп айтуға болмайды ғой, енді ол да бір жұмыс қой. Ол енді, бірақ ол ішінен кішкентайынан өзін сындырып жіберген, бірақ ол адамдарға да, ондай адамдар да бар ғой енді. Егер мысалы біреу бізде естіп жататын болса, айтады, мен айта алмаймын, сөйлей алмаймын, енеме де сөйлей алмаймын, шешеме де сөйлей алмаймын, достарыма да дей беремін деген адамдар болса, оларға да кеңесі бар ғой. Ол біз айтқандай өзін ішінен тауып, іздеп. Оны тауып іздегенде де бұл жерде күш керек қой, мықтылық керек, өйткені жігер керек. Жаңағы әйел сауатты болмаса, ол қиын. Қайда барады ол? Екіншіден, өмір бақи сен еркексіз ешкім емессің деген оймен өсетін болса, әрине ол кез келген ер адам болса, оған жабысып, сонымен ғана соныкі дұрыс деген сияқты тұру керек, бұл ең соңғы мүмкіндік сияқты деген оймен өсетін қыз баланы алатын болсақ, оған қиын болады. Егер енді соны айтып тұрмын ғой, жаңағы выгодный, невыгодный, ұтымды, ұтымсыз орындарды айтатын болсақ, жаңағы именно сондай конструкцияда өмір сүретін адамдар сондай бір-бірін таңдаған кезде олар ашық анық біледі қандай өмір күтетінін. Бірақ арасында басқа өмірді қалайтын адамдар болса, әрине олар ізденісте болады, басқа жолды іздейді, әрине көптеген ұяттандыру сезіміне тап болады, өйткені отбасылары қолдамауды мүмкін, сен не істеп жатсың, өзің білгенін істеп жатсың, анау-мынау деген сияқты айыптың түр-түрі болады. Сонымен қатар жаңағы шекара демекші, біз деген көбінесе қоғамда көп маска киеміз. Андай тек жылы жүзімізді ғана көрсеткіміз келеді, әдемі жақтарымызды көрсеткіміз келеді, бірақ шын мәнісінде адам өз-өзімен шынайы болса, оған деген маска киюдің қажеті жоқ. Проблеманың барлығы әу бастан жаңағы адамның өзінің тыңдамауынан, өзін білмегендіктен. Сондықтан да жаңағы
бұл жерде де эмоционалдық сауаттылық өте қажет, өйткені біреудің қабілеті жетпей жатса, біреудің ер адамның қабілеті жетіп тұрса, оған көмектесе алады. Сен қазір мынаны сезіп тұрсың ба, сенің қалауларың мынау болып тұр ма деген сияқты конфликтіні тез шешуге болады. Егер барлығы инфантильді позицияда бір-бірімен ұрысып, қырылысып, уәжін айтып, манипуляцияларға толы болса, ол деген шығу қиын. Сондықтан да бұл тема әртүрлі жағдайда қарастыруға бола береді. Мен тіпті 35 жастан кейін күйеуге шыққан, тіпті сол зарплатасын алып қоятын енелерді көргенмін. Сосын баласы уже 4-ші рет ажырасайын деп жатқанда уже проблеманы түсініп жатқан сияқты болады. Бірақ дегенмен де уақыт қанша жан дегендей. Бірақ ол әдет та. Ешкім онымен көбінесе адамдар жұмыс істегісі келмейді. Ене өзінің қателігін қабылдағысы келмейді. Ер адам оған не бар, онымен жұмыс істеп, лучше басқа адамды табайын деп. Немесе анау нарцисс анасы айтады, кім көп, әйел көп, қойшы, не істейсің? Басқа қызға құда түсеміз деген сияқты әңгіме. Сондай да әңгімелер өте мен де көп естеймін. Ешнәрсе жоқ, шеше жалғыз, әйел көп деген. Осындай мен осыдан бастап, мысалы біз айтып кеттік қой бүгін роль деген, мысалы роль деген сөзден қорқу керек емес, әркімнің өзінің парыздары бар. Сонда мысалы егер ана өзін әйелмен, мысалы мына сөз деген қалай, ол сонда қыздар көп, шеше жалғыз деп айтады. Сонда ол рөлдерін бірге қойып жатыр ғой. Сонда бұл деген балаға қандай психологиялық сигнал беріп тұр. Сен мені бағала, әйеліңе қарама деген сөз. Сен өміріңде ешқандай әйел сені бағала алмайды, менен жақын ешкім жоқ деген сөз ғой. Ол программа. Сонда ол балаға программа салады, бала деген өмір бақи жоқ адамды іздейді. Өйткені ол іште біледі ғой, өйткені прошивкасы қандай. Мамасы уже сөйтіп айтып қойған, сөйтіп өсірген. Бұл басқа ешкім жоқ. Бұл жерде енді біз айтамыз роль деген, ананың рөлі ол басқа жақта, әйелдің рөлі басқа жақта. Тіпті олар бір горизонтта да емес, оны біз түсінбейміз, біз ойлаймыз, мен болдым ба, ана мен саған бердім, міне екеуміз қол ұстастық, мен өз ұлымды саған бердім деген. Ол да басынан бастық дұрыс емес нәрсе менің ойымша. Өйткені ана деген қалады ана болып, әйел деген ол тіпті басқа, оның орны да басқа, оның махаббаты да басқа, оны бірақ көп деген әйелдер оны өкінішке орай түсінбейді. Сосын бізде бар ғой, жаңа андай қоғамда мен жиі еститін мынандай, кішкентай кезде бір туысқандарым жұмсайды ғой, ананы алып кеш, мынаны алып кеш, кухнядан ананы алып кел деген кезде, сосын мен айтам, мен шашадым, алып келмеймін, мен сен малайың емеспін деп айтам ғой. Сол кезде туысқандарым айтатын, сен туылғанда біз не үшін қуандық деп ше. Сол сөзді мен кешірек түсіндім да. Мен айтам да, не деген манипуляция мынау деген. Маған сонда кішкентай кезден сондай кінәні артып тұр ма? Сен туылмағанда біз қуанбайтын едік па, қуанатын едік па, бұл неге маған тәуелді болу керек деп та. Немесе ата-аналар қалай ойлайды, мысалы балаларды тудық па, олар өмір бақи бізді қамтамасыз етеді. Бірақ бұл деген өкінішке орай дұрыс емес программа деп ойлаймын, өйткені өмірдің қалай қалыптасатынын ешкім білмейді. Тіпті мен қазірде енді психологиялық тұрғыдан қаншама нәрселерді айтып жатсам да, кішкене өзім ойлаймын да, тағдырдың қалай болатынын мен де білмеймін. Сондықтан да әрине кәсіби психолог ретінде өзім білгенімді, жинағанымды, тәжірибемді айтып бөлісіп отырмын осы жерде. Өйткені бәріміздің мақсатымыз бұл өмірге келгенде бақытты болу. Сонымен қатар жаңағы көбінесе сосын бізде жұрттың баласы деген әңгіме болады ғой. Ой, ананың баласы Турцияға апарды, ананың баласы маған шу алып берді деген сияқты әңгіме ғой. Сол кезде ана бала деген қалай сезінеді өзін? Әрине өзінің жеткілікті жақсы емес екенін түсінеді. Мен не сонда ата-анама бір құн, бір баға зат үшін ғана керекпін ба?
не үшін қажетпін мен? Сонда бір жағынан ойлайсың да, мысалы көптеген адамдардың тағдыры енді көп нәрсеге ұшырауы мүмкін да. Сол кезде мен ойлайтын, әрбір ата-ана ойбай мен балам бақытты болса екен деген ең басты ережені ұстанатын болса, онда проблема болмас еді. Ал екіншісі, балаға деген ата-анасы өз орнын тауып, әрі қарай кәрі жастығын тоже ұйымдастырып, қолынан келгенше істеп, балаларына байланбай жақсы өмірін сүрсе, ол да бір ғанибет та. Иә, ол былай ғой айтады, бақытты ана, бақытты бала дейді. Иә. Ал енді басында ол егер біз оны орындаймыз, кішкентай кезінде мысалы бақытты боламыз, баламыз да бақытты болады. Ал өскен кезде біз өзіміздің іштегі күйзеліске шыдай алмай, бір кезде бақытсыз болып қаламыз. Оны бірақ мойындамаймыз. Иә. Содан бұл ар жағында бақытсыз ана, бақытсыз бала болып шығады. Дұрыс айтасың. Соны мен өзім, сен айтып жатсың, әрине дұрыс, ниет деген жақсы ғой, балам бақытты болсын деген ниет. Бірақ егер бастан мына жақта, егер балаң бақытты бол десең, өзіңді бақытты қыл. Өзіңді өзіңнен ізде. Ал егер өзіңді, енді ол шынайы монолог болсын, біз айтқандай ізденіс болсын, зерттеу болсын, кино болсын, бір өзінің психолог маман, кәсіби маманға барып әңгімелеу, ол да бір жұмыс кәдімгідей. Кейбір адамдарға, кейбір енелерге ол керек нәрсе, мен ойлаймын, кейбір келіндерге керек нәрсе. Өйткені бұл қандай, бұл комедия, кино болмасан, біз бұл түсініп жатырмыз, ол бізге біздің осы территориямызда, Қазақстанда өте сондай бір көңілсіз нәрсе. Шыны, сондықтан бұл, мен ойлаймын, бұл жерде әрине бір әр отбасы, кім айтқандай, Анна Каренинадағы сияқты, каждая семья счастлива по-своему, да, несчастлива по-своему, счастлива одинаково, дейма. Сонда бұл жерде біз айтамаймыз, бұл бәрі әрине әр отбасының өзінің бір ұстанымдары бар. Я, біз білмейміз, біз тек қана бүйтіп кішкене өзіміздің ойларымызбен бөлісіп жатырмыз. Жаңағы енеге қатысты, келінге қатысты. Енді көбіміз басқа отбасыға келген кезде бәріміздің өзіміздің проекцияларымыз бар. Іштей ата-анамыздан алған қалыптасқан уже ереже, әдеттеріміз бар. Сол әдеттердің барлығы шығады. Оны шегеріп тастау мүмкін емес. Сондықтан да мен өзім ойлаймын да, терапия негізі өте үлкен инвестиция. Оны қысқа мерзімде қарастырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені кәдімгідей бақытты боламын деген жағдайда адам деген өзін өзі ұзақ мерзім беріп тыңдап өзін таныса, онда енеге деген көзқарас қатты өзгереді. Өйткені ішіндегі шешілген проблема ол әрі қарай сенің жүрегіңді жараламайды. Не айтса да, айтпаса да, не істесе де, істемесе де, әрине ол бірінші бастапқыда шок болғанмен, әрі қарай ол деген жай еркеліктің немесе қызғаныштың бір белгісі болғандықтан уже реакцияң да басқа болады да. Енелерге де айтатын сол кейде сұрайды ғой, не айтасыз деп. Мен айтамын, отстаньте от своих детей. Әрине, менді бұл дөрекі болып көрінсе де, бірақ дегенмен әрбір жастардың өзінің бір жолы бар деп ойлаймын да. Қателессе де, быт-шыты шығып жатса да, олардың өзінің басынан кешетін бір тағдыры. Келемін, көмек берші деген жағдайда ғана сұраса, көмектес, сұрамаса. Сұрағанның өзінде де сіз оны жасай аласыз ба, жасай алмайсыз ба? Әлде сіз оны қиналып жасауыңыз керек па, оны беру үшін? Қиналатын не болса, онда оны істемеуде қажеті жоқ шығар. Істеудің де қажеті жоқ шығар.
бір андай күшті, енді орысша күшті естіледі да, ана отстаньте от своих детей, да деген сияқты қандай кеңес береді. Дұрыс қой, енді ол бірақ қатты тиетін сөз екен. Қатты тиеді. Ана мен мысалы анамын ғой, енді өзім түсінемін, енді балаларым, ұлдарым кішкентай өседі, бірақ сол сөзді өзіме айтуға дайынмын. Дайындалып жатырмын деп айтуға болады. Өйткені мен ойлаймын, көптеген нәрселер қараймын да, өзім ойлаймын, мен үшін неге маған ол көрсетіп жатыр. Сосын мен ойлаймын, өзім анамын, өзімде 2 ұлым бар. Әрине бір сепарациядан өту ол да оңай нәрсе емес. Әрине. Баланың өсуін, оны жіберу, бағып қаққан деген сияқты балапаның ұядан ұшады, ол да әрине дұрыс нәрсе, табиғи нәрсе. Бірақ осы сөзді өзіме айталам ба, айталмаймын ба, мен білмеймін қазір. Бірақ саған рахмет, сен айтып жатқаныңда, өйткені мен ойлаймын, кезінде бір бұйырсын, сол бір уақыт болсын, ұлдарым өскен кезде мен бір звондайын, бір сұрайын, бір не қылайын деген кезде өзіме бүйтіп қолымнан ұрып, кішкене тоқта, отстань деген сияқты бір өзіме бір кеңес берсем, сол кезде ауыр болады. Бірақ ары қарай, қалай айтқандай, алды ащы болса, арты тәтті болады деп ойлаймын. Бұл жерде кәдімгідей не керек та? Ереже керек, мысалы ше? Бұл кинода да бар ғой, біз соны көрдік қой, ол айтты. Балам екеуміздің ара қатынасымыз қандай болу керек? Бір рет аптасына жеткілікті. Балам қалайсың, немесе келіп 1-2 сағатқа келіп үйдің жұмысын атқарып, немесе сөйлесіп деген сияқты. Бірақ көбінесе енді мен өзім ойлаймын да, мысалы біз әйелдер табиғатымыз бойынша енді бізде іштей табиғи көп қамқоршылық күшіміз көп, қолдау күшіміз көп. Бірақ кейде енелер сол күш негізі өзінің күйеуіне арналған ғой. Оған бұйырмай баласына жібереді. Сол кезде баласы ол деген кішкене болса да адаптивный ғой, тыңдайды күйеуіне қарағанда. Сол кезде ол деген кәдімгідей іштей иллюзияны көп толтырады да. Мынау деген икемі мынандай көп. Оған әлім келеді деген сияқты. Күйеуіне әлісі келмейді. Сосын андай сұрады ғой, не бар ғой, әзіл. Мамаларың қайдан біледі триггерларды деп. Ол триггерларды мамаң салып берген ғой дейді. Конечно, біледі. Сондықтан да қалай не істесең де әрине ол деген. Бірақ енді бұл да әрине бір не. Маған мына кинода былай болды ғой, аяғы да өте қызық қылды. Айтады, не істейміз дейді. Мы должны установить какие-то границы. Я готова их соблюдать. Я ненавижу границы, но я подчинюсь им. Хорошо. Сколько раз в день вы будете звонить Кевину? Вы можете ограничиться одним? Мне нужно 4 минимум. Сонда айтады, бір шарт қояйық. Қанша рет звондайсыз дейді. Сонда андай бір лирикалық нәрсе емес қой, мысалы ол кәдімгі бір осындай тойдан кетемін деп тұр ғой, санаулы нәрсені айтып жатыр. Ана 4 рет звондаймын дейді, 2 рет дейді. Сонда мен айтамын ғой, кәдімгі бір саудаласады, сонда бір жарайды 2 рет деп. Ол бірақ былай қарасаң, шын ғой, бір аналар көптеген рет звондайды. Мен неғып звондаймын? Мен өз балама звондамаймын ба? Кім маған оған рұқсат бермейді? Кәнеке, көрсетсе о қызды, мен оған звондамайтын мысалы, ал ол уже содан ғана басталады сонда. Мен ойлаймын, қызық, ол 2 рет деп деген бір өзіне шарт сияқты қойып жатыр. Сондай сияқты ашық әңгімелер, ашық қорықпау керек, өзінің айтуын, ашығын. Бірақ енді әрине бізге ондай әлі бір, сен айтқандай, эмоционалдық, саналы күйіміз әлі оған бармыз ба, жоқпыз ба білмейміз, енді көреміз. Бұл жерде еще ондай не бар да, мысалы, кейде қоғамда, мысалы, ер адамдар андай білімді әйелдерден қорқады. Бірақ ол деген іштегі қорқыныш қой тек. Немесе ата-аналардың балаларға берген қорқынышы. Сонда ойлаймын да, мысалы, проблемалар аз болушы еді деп, егер
сол білімді саналы түрде өзінің өмірін сүріп жатқан әйелдерді таңдаса, ол өмір басқаша болушы ма еді деп. Бірақ дегенмен олар не істейді? Өзінің жаңағы мүддесін қорғай алмайтын, тек ер адамның сөзімен жүретін, сондай кішкене слабыйлау мүмкін. Мен просто қазір фантазировать етіп отырмын да. Сөзі жүретін адамды ғана таңдауы мүмкін, бірақ әрине уақыт өте келе бәрібір мінез болса, ол мінез шығады бәрібір. Қанша адам алдын ала оны таңдамасаң да, таңдасаң да бәрібір өмір әртүрлі көрінісін көрсетеді. Иә, әрине. Енді бұл жерде сен былай қылайық. Сен өзің қорытындың қандай бар? Сосын мен өзімнің ойымды айтайын. Мен қорытынды ретінде жаңағы жұмыс ретімен салыстырып тұрмын да. Жаңағы мысалы жұмысқа келген кезде сен жаңа коллективте бәрі қабылдамайды ғой. Ол да сол процесске ұқсас та. Сен деген 3 ай, 6 ай кішкене сөйлеп жұмыс істеп, содан кейін ғана бір жұмысың арқылы бір авторитет жинайсың. Бұл жерде де келін келген кезде де ене қарым-қатынаста болғанда да бұл жерде екі жақты жұмыс болу керек та. Мысалы, егер мен жұмыскер болып, бірақ бастығымның іс-әрекеті ұнамайтын болса, егер ол мені алдыдан кейін жұмыста ұстап отыратын болса, немесе көп уәде беріп, ол уәделерін орындамаса, әрине мен кетемін одан. Ал келіннің рөлін айтатын болсақ, жұмыста өзінің жұмысын жеткілікті жақсы істеп жатса, немесе кейде болады жұмыста қанша да келсең де сонша да келе бер, бірақ өзіңнің жұмысыңды жақсы істеп кетсең болды деп. Сондықтан да бұл жерде де бастық та, жұмыскер де өзінің саналы түрде іс-әрекеттерін түсіну керек та. Мысалы, мына жерде мен қатты айтып кеттім, кешірім сұрауым керекпін, өзінше болмай, өтірік дым болмағандай әрі қарай өмірді сүре бермей. Немесе келін, мына жерде маған мынау сөзіңіз ұнамады, маған қатты тиді деген ойын айтып білдіру, күйеуіне жалбат етпей мысалы. Немесе егер сөйтіп естіліп қалған жағдайда да сіз мынаны айтқан кезде нені білдірдіңіз, не айтқыңыз келді осы әңгіме арқылы деген сияқты кәдімгідей әр әңгімені сүзгіден өткізіп сұрау. Оны тезірек сразу қабылдау емес, ал сұрау. Неге олай істедіңіз? Сөйлесу, ашық айту, бірақ ешқандай конфликтке емес, қарапайым мынандай әңгіме ретінде, сөз ретінде өз ойыңды жеткізу. Ол да өте дұрыс нәрсе. Мен болсам, өзім ойым, біз айтамыз ғой, ата-ананың батасы өте маңызды нәрсе. Ананың батасы өте маңызды нәрсе. Көптеген сөздер айтылды, бірақ егер ұлдарына, бұл жерде енді ұлды алып отырмыз ғой, ұлдарына бақытты болғысы келетін, ұлдары бақытты болғысы келетін аналарға ішінен осындай сепарацияны өту ол маңызды нәрсе. Ол да бір батаның жолы. Сондықтан бақытты ана, бақытты бала анадан басталады. Егер ер адамнан да тоже басталады, өйткені бұл енді анасы ешқандай өзгергісі келмесе, ол не істейді? Әрине, ол да тоқтату керек. Мама, кешіріңіз, қатты кеттіңіз деп. Әркімнің өзінің бір жұмысы болып жатыр ғой. Келінде де өзінің бір құбылыстар айтқандай. Осы киноны алатын болсақ, өте жақсы аяғы, өте жақсы болды. Аяғы келісім шарт. Договор кім қайда, қай жерде, әркімнің рөлі өзінің орнында, ешкімнің өзінің жұмысын алмайды. Әйел болу керек, ер адам болу керек, ал ана болса ата-ана деген ата-ана болу керек. Сондықтан әркім өзіміздің ролімізді болсақ, сол кезде мүмкін бір әдемі, бақытты жанұя оған қарап өте дамитын бір мемлекетті боламыз деп ойлаймын.
Мен жаңағы тағы да қосқым келетіні, мысалы жаңағы жұмыспен салыстырдым ғой. Енді әрине ол дұрыс емес, бірақ просто көрінісі ұқсас болғандықтан сөйтіп айттым да. Жаңағы киноның соңында енесі түсінеді ғой, енді испытательный срокты өтті. Ана қыз баласының сүйетінін дәлелдеді, өзінің шекарасын қорғайтынын көрді. Сонымен қатар өзінің берілген бір фактілер арқылы ана қыздың ойын түсіне бастады. Оған Құдайға шүкір дейміз да енді. Ал екінші жақтан не айтайын дегенім, мысалы жаңа жұмысқа келген кезде жақсы бастық үйретеді, айтады, сен 3 ай бойы постоянно сұра дейді. Не түсінбей жатсың, қандай процеске енгізе алмай жатсың, кімге қалай жауап беруді білмей жатсың, менен сұра дейді. Бұл жақсы бастықтың рөлі. Сол ене де сол рөлді алу керек деп ойлаймын да. Сұра, не істеу керек, егер түсінбей жатсам, мынаны қалай пісіру керек болады, анамен не істеу керек, мынаны істеу керек деген сияқты, ол да бір инструктажды беру керек та. Өйткені баласының қамын ойлайтын болса, ойбай, қатты прям переживать етіп жатса, балам аш жүр деп, үйрет онда келінді. Ойбай, сен басқа бір неге қазір кетесің. Ол үйрететін енелер бұл басқа ғой, ана келіннің несі айтады. Мен өзім білем. Бұл да бір басқа нәрсе, ол да шекараны. Қайтадан бұл жерде... Бұл жерде тоже келін де түсіну керек. Мысалы, ол да испытательный срокта жүр. Ене. Келін. Ене испытательный срокта жүрген жоқ па? Ене де келін де бір-біріне испытательный срокта. Ол бұл бәрі бір-біріне. Бұл жерде енді қарым-қатынас қой енді. Бұны бір қалай айтуға болады. Біз бұл әңгімемізді бұл тоқтайтындай жоқ, бұл шыға береді. Өте бізге таныс нәрсе. Сонда да бәрібір бағдарламаны бітіру керек, қоштасу керек. Егер сіздерге біз айтылмаған нәрселер болса, немесе айтылған ойларымыз келіспесеңіздер, ол да мүмкін, әрине, бізде бәрін біле бермейміз, ешкімде оны біле бермейді. Өмір деген өзі ол бір сиқыр. Сондықтан бөлісіңіздер, ары қарай тағы да осындай әңгімелерімізді айтайық. Мүмкін сіздерге ұнайтын бір кинофильмдер бар болса, сіздер де оны жазыңыздар. Қандай киноны бүйтіп ашып, талқылап, қандай сұрақтарыңыз болса, бөлісіңіздер. Солай, сау болыңыздар.